Мен бай адамның ұлына ақша үшін тұрмысқа шықтым. Бірақ үйлену тойынан кейін болған оқиға менің бүкіл өмірімді өзгертті. Әңгіме басталмай тұрып, арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз әзілдеп тұрған шығарсыз. Айдана Ерлан ағаға үлкен көздерімен таңырқай қарады. Ерлан аға басын шайқады. Жоқ, әзіл емес. Бірақ саған ойлануға уақыт беремін. Өйткені менің ұсынысым расында ерекше. Сен қазір не ойлап тұрғаныңды да түсініп тұрмын. Сондықтан асықпай ойлан. Бір аптадан кейін тағы келемін. Ерлан аға кеткен соң Айдана ұзақ уақыт есін жия алмай отырды. Оның жаңа ғана естіген сөзі ақылға сыймай тұрған еді. Айдана Ерлан ағаны 3 жылдан бері танитын. Оның жанармай бекеттерінің үлкен желісі және тағы басқа бизнестер бар еді. Ал Айдана сол бекеттердің бірінде тазалықшы болып жұмыс істейтін. Ерлан аға әрқашан күлімсіреп амандасып, қызметкерлермен жай сөйлесетін адам болатын. Жалпы ол жақсы басшы еді. Жанармай бекетінде жалақы да жаман емес. Сондықтан ол жерде жұмыс істегісі келетін адамдар көп болатын. Бір күні, шамамен 2 ай бұрын, Айдана жұмыстан кейін сыртта отыр еді. Қолы бос болатын. Енді тек ауысымның соңында тағы бір рет тазаласа жеткілікті болды. Сол кезде артқы есік ашылды. Ерлан аға шықты. Қасыңа отырсам болады ма? Айдана орнынан атып тұрды. Әрине, неге сұрайсыз? Ерлан аға күліп, неге атып тұрдың, отыра бер, мен сені жемеймін ғой. Айдана ұялып қайта отырды. Бүгін ауа райы жақсы екен, деді Ерлан аға. Иә, көктем келгенде әрдайым ауа райы жақсы сияқты көрінеді. Өйткені суық пен қардан бәрі шаршайды. Мүмкін дұрыс айтасың, деді Ерлан аға. Біраз үнсіз отырған соң Ерлан аға сұрады. Айдана, неге сен оператор болып жұмыс істемейсің? Мен естідім. Саған бірнеше рет администратор ұсыныс жасаған екен. Жалақысы да жоғары, жұмысы да таза. Айдана күрсінді. Мен де қалар едім, бірақ жұмыс кестесіне байланысты уақытым сәйкес келмей тұр. Менің кішкентай қызым бар, ол жиі ауырады. Кейде көршім қарап береді, ал кейде өзім қасында болуым керек. Қызың қандай аурумен ауырады? Білмейміз. Дәрігер де нақты айта алмай жүр. Кейде демала алмай қалады. Ұстамасы болады, тексеру керек дейді, бірақ оның барлығы ақша. Ерлан аға басын шайқады. Біртүрлі дәрігерлер екен өздері. Сол кеште Айдана күтпеген жаңалық естіді. Ерлан аға оған сыйақы жазып беріпті. Неге екенін де айтпаған, жай ғана жазып берген. Содан кейін Айдана ол кісіні көпке дейін көрмеді. Ал бүгін сол Ерлан аға оның үйіне келді. Айдана алдымен оны көргенде шошып қалды. Ал кейін оның не ұсынған естігенде тіпті есінен тануға сәл қалды. Ерлан ағаның Данияр деген ұлы бар екен. Жасы 30-ға таяп қалған, бірақ 7 жыл бұрын жол апатына түсіп, содан бері мүгедек арбасына отырған. Қаншама дәрігер қараса да орнынан тұра алмаған. Соның салдарынан ол қатты күйзеліске түсіп, соңғы кезде тіпті әкесімен сөйлескісі келмейтін жағдайға келіпті. Содан бері Ерлан аға, егер ұлымды үйлендірсем, бәлкім өмірге деген құлшынысы қайта оралар деген ойда. Және қандай да бір себеппен ол Айдананы сол үшін ең лайықты адам деп шешкен. Айдана, сендер жақсы өмір сүресіңдер, барлығы жақсы болады. Қызың толық тексерістен өтеді. Мен саған 1 жылға жұмыс ұсынамын. 1 жыл? Деді Айдана таңғалып. Иә, 1 жылдан кейін кетесің. Ұлым жақсара ма, жоқ па, бәрібір. Бірақ мен саған өте жақсы ақша төлеймін. Айдана ашуланып сөз таба алмады. Ерлан аға оның ойын түсінгендей болды. Айдана, өтінем, көмектес. Бұл екеумізге де пайдалы ұсыныс. Менің ұлым саған жақындамауы да мүмкін. Бірақ сен ресми түрде тұрмыста боласың. Кейде адамдар махаббатсыз да үйленіп жатады ғой. Айдана біраз үнсіз отырды да, ал сіздің ұлыңыз бұған келіседі ме? Ерлан аға мұңайып тұрып жымиды. Жоқ, мен оған басқа нәрсе айтамын. Мысалы, бизнесімде қиындық бар. Маған оның үйленгені ғана керек. Ерлан аға кеткен соң Айдана ұзақ ойланды. Оның жаны бұл ұсынысқа қарсы еді, бірақ қызы Сәния үшін ол көп нәрсеге дайын болатын. Сол күні кешке қызының тағы ұстамасы болды. Жедел жәрдем келді. Сізге баланы тезірек Астанаға апарып, жақсы клиникаға көрсету керек деді.
Дәрігер кеткен соң Айдана телефонды алып Ерлан ағаға қоңырау шалды. Иә, мен келсем. Келесі күні олар жолға шықты. Ерлан аға өзі келді. Оның жанында жас, тақырбас бір ер адам болды. Айдана, тек ең қажетті заттарды ғана алыңыз. Қалғанның бәрін сатып аламыз, деді Ерлан аға. Айдана басын изеді. Сәния болса көлікті қызығып қарап тұр. Мама, мынау қандай үлкен машина? Ерлан аға қыздың жанына отырып күлімсіреді. Ұнай ма? Иә, өте. Алдыңғы орындыққа отырғың келеді ме? Бәрін көріп отырасың. Сәния қуанып кетті. Болады ма? Қыз анасына қарады. Айдана, қатаң түрде. Полиция көрсе айыппұл салады. Ерлан аға күліп жіберді. Отыр, Сәния. Біз ол полицейлердің өзіне айыппұл саламыз. Көлік қала сыртына қарай жүрген сайын Айдананың жүрегі қатты соға бастады. Осы мен не үшін келістім деп ойлады ол. Егер ол адам жаман болып шықса қалай болады? Егер ол ашулы, қатыгез адам болса, Ерлан аға оның көңіл күйін байқап қалды. Айдана, уайымдамаңыз. Үйлену тойына дейін әлі бір апта бар. Егер қаламасаңыз, ойыңызды өзгерте аласыз. Бір сәт ойланып тұрды да тағы да. Данияр біздің жақсы жігіт, ақылды. Бірақ өзіңіз түсінесіз, әлгі апаттан кейін. Көлік тоқтады. Айдана қызымен бірге сыртқа шықты да бір орында тұрып қалды. Бұл себебі үй емес сияқты, бұл нағыз сарай сияқты болатын. Ал Сәния таңданысын жасыра алмады. Мама, біз ертедегідей өмір сүреміз бе? Ерлан аға күліп қызды көтеріп алды. Ұнайды ма? Иә, өте қатты. Сол күннен бастап үйлену тойына дейін Айдана мен Данияр бір-екі рет қана кешкі ас кезінде көрісті. Данияр өте аз сөйлейтін, көбіне үнсіз отыратын. Алғаш кездескен кезінде Айдана оны көздің астымен қарап қоятын. Жігіт өзі әдемі, сымбатты болатын, бірақ өңі өте бозарып кеткен. Бәлкім күн көрмеген шығар, деп ойлады Айдана. Ол Даниярға да өзі сияқты ыңғайсыз болатынын түсініп тұрды. Сондықтан Даниярдың үйлену туралы мүлде әңгіме қозғамағанына іштей қуанды. Ал той болатын күні Айдананың айналасында 100-ге жуық адам жүгіріп жүргендей болды. Кеше ғана оған көйлек әкеліп берген. Айдана оны көргенде отырып ойланды. Мұның бағасы қанша екен? Ерлан аға күліп, Айдана, сен тым әсерлісің, бағасын білмей-ақ қой. Сосын ол кісі тағы бір зат шығарып, бұл дәл сол көйлектің кішкентай көшірмесі еді. Сәния, киіп көргің келе ме? Қыз қуаныштан қуанып айқайлап жіберді. Бірнеше минуттан кейін ол бөлмеде нағыз кішкентай ханшайым сияқты жүріп келе жатты. Сол кезде Айдана бұрылып қалды да есік алдында тұрған Даниярды көрді. Ол да үнсіз Сәнияға қарап тұр. Тіпті аздап жымиып та қойды. Айдана сол сәтте бұл үйде тек өзі ғана қорқып жүрген жоқ. Және Даниярдың да өзі сияқты күйде екенін түсінді. Сол кештен кейін күтуші әйел Сәнияның бөлмесін дайындап, оған заттарын көрсете бастады. Ал жұбайлардың жатын бөлмесі де осы бөлменің дәл жанында еді. Біздің бөлме, деп ойлады Айдана. Осы сөздің өзі оған әлі де түсініксіздеу еді. Үйлену тойынан кейін қаласаңдар қаланың сыртындағы демалыс үйіне барып демалып келіңдер деді. Бірақ Данияр басын шайқап, рахмет әке, біз үйде боламыз. Түнде Айдана қатты уайымдады. Кереует үлкен еді. Данияр арбамен бір жақта отырды. Бірақ ол Айданаға мүлде жақындамады. Айдана аң-таң болды. Ол түні бойы ұйықтамай шығамын деп ойлаған. Бірақ шаршағандықтан болар тез ұйықтап кетті. Арада бір апта өтті. Сол уақыт ішінде олар кейде кешкісін сөйлесіп жүрді. Айдана Даниярдың расында өте ақылды екенін байқады. Ол кітаптарды көп оқитын, әртүрлі тақырыпта сөйлей алатын. Ең бастысы ол Айданаға ешқашан жақындауға тырыспады. Айдана біртіндеп тынышталып, өз-өзіне келе бастады. Бір күні түн ортасында Айдана селк етіп оянды. Жүрегі қатты соғып тұр. Бір нәрсе болғанын сезді. Ол бірден Сәнияның бөлмесіне жүгірді. Қызы тағы да ұстамаға ұшырап жатыр екен. Данияр, көмектес, жедел жәрдем шақыр. Данияр есік алдында пайда болды. Ол тез телефонын алып дәрігерлерді шақырды. Бір минуттан кейін Ерлан аға да жүгіріп келіп, мен біздің дәрігерге хабарласамын. Көп ұзамай жедел жәрдем келді. Бұл дәрігерлер Айдана бұрын көргендерден өзгеше еді. Киімдері де, құралдары да басқа. Сосын үйге олардың отбасылық дәрігері келді. Дәрігерлер ұзақ сөйлесті. Ұстама тоқтаған соң Айдана қыздың жанында отырды. Данияр да жанында болды. Ол Сәнияның қолын ұстап отырды. Бұл ұстамалар қашаннан бері болады, деп сұрады дәрігер.
туылғаннан бері бар, деді Айдана. Біз қанша рет ауруханаға бардық, бірақ ешкім нақты диагноз қоя алмады. Данияр бір сәт ойланып, ал қызының әкесі? Айдана ауыр күрсінді. Ол бізді тастап кеткен. Бұл қиындықтар басталғаннан кейін кетіп қалды. Данияр үнсіз басын изеді. Мен әкемнің жоспарын бұрыннан білгенмін, деді ол кенеттен. Айдана таңғалды. Қалайша? Әкемді мен жақсы білемін. Ол мені үйлендіргісі келгенін түсіндім. Бірақ сені көргенде таңғалдым. Не үшін? Сен ақша үшін бәріне келісетін адамға ұқсамайсың. Айдананың көзінен жас шықты. Данияр жай ғана жымиып, жылама, біз Сәнияны міндетті түрде емдейміз. Сен өзіңді неге сынған адаммын деп айтасың? Сен ақылдысың, жақсы адамсың. Данияр жымиып, егер бәрі басқаша болғанда, сен маған тұрмысқа шығар ма едің? Айдана ойланып, иә, мүмкін, тіпті оңай ғашық болып кетер едім. Данияр үнсіз қалды. Бірнеше күннен кейін Айдана Даниярды біртүрлі іспен айналысып отырғанын көрді. Ол арнайы тренажерда жаттығып отыр екен. Бұл не нәрсе? Жаттығу аппараты. Апаттан кейін күніне бірнеше сағат жаттығу керек еді. Бірақ мен үмітімді жоғалттым. Ол Сәнияға қарап, ал қазір ұялып тұрмын. Сенің қызың берілмей күресіп жатыр. Сол кезде есік ашылып Ерлан аға кірді. Ол ұлының жаттығып жатқанын көріп, бір орында тұрып, аң-таң болып қалды. Біраздан соң Айданаға қарап, Айдана, Сәния туған кезде босану ауыр болды ма? Иә, дәрігерлер оны тартып шығарды. Ерлан аға күрсінді. Себебі дәрігер айтты, сол кезде оның бас сүйегінің бір жері жақымданған болуы мүмкін. Ішінде кішкентай сүйек жүйкеге қысым жасап тұрған сияқты. Айдана орындыққа отырып қалды. Сонда не істеу керек? Операция жасау керек. Бұл қауіпті ғой. Данияр оның қолынан ұстап, бірақ содан кейін Сәния қалыпты өмір сүре алады ма? Айдана, ал операция қымбат па? Ерлан аға таң қалып қарады. Бұл туралы сен уайымдама. Сен біздің отбасымыздың мүшесісің. Сәнияға операция жасалды. Операция сәтті өтті. 2 аптадан кейін дәрігерлер оны үйге шығаратынын айтты. Айдана сол кезде менің өзім қайда өзі деп ойланды. Ол бұрынғы өміріне қайта барғысы келмейтін сияқты. Ал Данияр күн сайын телефон соғып, ұзақ сөйлесетін. Кейде Айданаға олардың жүзі бұрыннан бері таныс сияқты сезілетін. Бірақ уақыт өтіп жатты. 1 жыл аяқталуға жақындады. Айдана мен Сәния ауруханадан үйге оралатын күнде келді. Оларды алып кетуге Ерлан ағаның өзі келді. Бірақ оның көңіл күйі біртүрлі еді. Әдеттегідей көңілді емес, қабағы түсіп тұр. Айдана бірдеңе болды ма деп сұрады. Ерлан аға ауыр күрсініп, қалай айтарымды білмей тұрмын. Данияр соңғы 2 күннен бері ішіп жүр. Айдана таңғалды. Қалайша, ол мүлде ішпейтін еді ғой. Иә, бірақ бір ай бойы жаттығып нәтижесін көрмеген соң ашуланып кетті. Бәрібір ештеңе өзгермейді деп айтты. Үйге келген соң Айдана бірден Даниярдың бөлмесіне кірді. Бөлме қараңғы. Данияр үстелде отырған. Айдана жарықты қосты да үстелдегі бөтелкелерді жинай бастады. Данияр таңғалып, не істеп жатырсың? Енді сен ішпейсің. Неге? Айдана тік қарап, өйткені мен сенің әйеліңмін. Ал маған күйеуімнің ішкені ұнамайды деді. Данияр бір сәт үнсіз қалды. Сосын жай ғана, бұл уақытша ғана, Сәния енді сау ғой. Сондықтан сенің жанымда қалуыңа себеп жоқ. Саған мүгедек адам не үшін керек? Айдана ашуланып кетті. Сен мүгедек емес, ақымақ болып бара жатырсың. Дания басын төмен түсірді. Кешір, мен жай ғана шаршадым. Айдана тынышталып, мен енді үйдемін ғой, ендеше қайтадан бастайық. Уақыт өте берді. 1 жылда аяқталуға жақындады. Данияр болса күн сайын жаттығып жүрді. Ал бір күні ол арбасынан ұстап тұрып өздігінен тұра алды. Әзірге жүре алмайтын, бірақ дәрігерлер осы қарқынмен жүрсе жақында жүріп кетеді деді. Ал Ерлан аға болса қатты уайымдап жүр. Өйткені келісім бойынша 1 жыл аяқталғанда Айдана кетуі керек еді. Мүмкін тағы ақша ұсынар ма екен? Бір күні кешкі асқа Айдана, Сәния және Данияр бірге шықты. Ерлан аға оларға қарап отырды. Бізде саған жаңалық бар, деді Данияр.
ерлан аға бірден қобалжып кетті. Айдана, сен кеткелі жатырсың ба? Айдана мен Данияр бір-біріне қарап сүйсініп отырды. Айдана басын шайқап, жоқ, толық емес. Не деген сөз? Данияр күліп жіберді. Әке, сен жақында ата боласың. Ерлан аға бір сәт үнсіз қалып, қалай? Айдана жымиып, Сәнияның жақында інісі немесе қарындасы болады деді. Ерлан аға ұзақ уақыт бойы ештеңе айта алмады. Сосын кенеттен көзінен жас шығып кетті. Ол орнынан тұрып барлығын құшақтады. Оның жүрегі қуаныштан жарыла жаздады. Өйткені ол тек ұлын ғана емес, бүкіл отбасын қайтадан тапқандай болды. Құрметті тыңдарман, әңгіме ұнаған болса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыз.